Барларыңызға сәлем достар, менің арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның тақырыбы мен қалай тамақтанамын, немесе яғни бұл видеода сіздер екі рецептімен бөлісетін боламын. Ол біреусі жеңіл таңғы ас, екіншісі түскі асқа арналған өте оңай жасалатын тағамдар. Яғни бүгінгі видеомыз кухня видеосында болады. Ұнаса менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Ал ендеше көп сөз видеомызды бастайық. Бұндай рубрика менің арнамда бірінші рет болып тұрған. Қайырлы таң, сүйкімді жан, тұра қойшы ұйқыңнан, қане оян, осы ән көңіл. Ол үшін бізге картоп, пияз және макарон керек болады. Оларды осылай көбегіретінде турап, майды қызытып, осылай үстіне саламыз. Отты орташа шамада ұстайсыздар. Міне осылай мен тағы да кішкене пияз салдым. Содан кейін үстіне картопымызды саламыз. Араластырамыз. Содан кейін үстіне макаронымызды саламыз. Оны да тағы бір рет қайтара араластырып шығамыз. Содан кейін үстіне бір кесе су құямыз. Содан кейін тұз себетін боламыз. Осылай содан кейін бір қасық тұз сепсеңіздер де болады. Осы айналдырып себіп шығамыз. Содан кейін қайтадан бір араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, асымыз дайын, ас болсын.